Темір дәуірінен бастап Сақтар мен Қодардың ұрпағы болып саналатын қазақ халқының тарихы тереңде жатыр. Керей мен Жәнібектің артынан еріп, жұдырықтай жұмылған ата-бабаларымыз басынан не өткізбеді. Қаншама қиыншылықтан өтіп, еліміз әлемге қайталанбас табиғат мекенге ие болды. Алматы облысы бүкіл Қазақстанның көркін жинаған таңғажайып мекен. Таулар, өзен-көлдер, тіпті танымал Гранд каньонның егізі дәл осы Алып Алатаудың баурайында етек жайған алма отанынан табылады. Сондықтан біз бұл мекеннің табиғатын зерттеуге білек сыбана кірісіп кеттік. Жерінде жатқан әр қиыршық тасы қазақ елінің тарихын баяндайтын Іле Алатауының сұлу да шипалы шатқалдарының бірі. Негізгі Құлжа тас жолынан 61 километр қашықтықта орналасқан. Жол шатқалға қарай Түрген өзенінің бойымен созылып жатыр. Солтүстік Америкада орналасқан Гранд каньон жайлы естімеген, оны көзімен көруді армандамаған адам жер бетінде жоқ шығар. Сол шатқалдың әлем бойынша жалғыз егізі Алматы облысында орналасқан деген сөзге сенесіздер ме? Өйткені әйгілі шатқал Алматы облысынан 195 километрдей шығысқа қарай орналасқан. Шарын өзенінің ерекше болғаны сонша, өзеннің барлық нысандары 2004 жылы құрылған Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының құрамына кіреді. Алматы облысындағы сел көшкіні жылжығанның нәтижесінде бір ғасырдан астам бұрын пайда болған Көлсай өзендерінің бірі. Алматыдан шығысқа қарай 280 шақырым жерде қарағайлы мен жапырақты ормандармен жабылған Күнгей Алатауында орналасқан. Табиғаттың әндеткенін естіңіз келсе де, Алматы облысынан алыс кетудің қажеті жоқ. Биіктігі 150 метрдей, ұзындығы 8 километр, қалқан тауларынан соғатын желдің бағыты үнемі өзгеріп отыруы нәтижесінде құм түйіршіктері електеніп, суынып, жел әсерінен қозғалысқа келген кезде әнші құмнан кәдімгі сырнайдан шыққан таза ән ырғағына ұқсас үн естуге болады. Өткен күннің бейнесін тамғалы тастан артық ештеңе жеткізе алмас. Бетпақтала сахарасының ортасын қия кесіп, ұзыннан созылып суретпен көмкерілген таңбалы тік жартас, тереңге кеткен тарихымызды өзгелерден артық баяндамаса, кем баяндамайды. Алматы мемлекеттік табиғи қорығы Іле Алатауының орталық бөлігіндегі табиғат байлығын қорғау және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында 1931 жылы құрылған. Табиғат шежіресі атты күнделік жүргізіліп, онда жинақталған ғылыми мәліметтер Алматы қорығы туралы 9 томдық кітапта баяндалған. Алматы қаласы өзінің ғажайып табиғатымен талайды таңдағы қытырған. Іле Алатауының қойнауында орналасқан әсем қаланың табиғаты да әсем болуы тиіс. Дегенмен қала тек табиғи көркемдік бағытта ғана емес, ғылыми жағынан да дамыған. Бұған Тянь-Шань обсерваториясы дәлел. Алматы облысын айнала қоршаған көркем де биік тауларды суретшілер салып көркіне таң қалса, өзге халықтар қазақтың мәртебесіне тең екен. Алматы десе ойға біріншіне түседі. Әрине, әлемді таң қалдырып, түкпірінен туристерді қалаға ағылтқан Медеу мұз айдыны түседі. Медеу спорт кешені, жасанды мұз айдыны бар дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешені. Алматы қаласының 18 километр жерде, Кіші Алматы шатқалында теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан. Шымбұлақ тау шаңғы курорты Іле Алатау шатқалында 2510 метр биіктікте орналасқан. Таудың кереметтей көрінісі, жұмсақ климаты мен шуағы мол күндердің көп болуы, қар қабатының ұзақ уақыт жатуы осында туристер мен тау спорты әуесқойларын өзіне ергісіз тартады.
Әдетте күнделікті тұрмыс қарқынына ілесемін деп, адам айналасының қаншалықты көркем екендігін байқамайды да. Туған елге тағзым жобасымен айналыса отыра, кіндік қанымыз тамған жердің әсемдігін өзіміз үшін қайта аштық.